Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді салаттардың бірі каприз салатын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Қажетті ингредиенттер: асылған жұмыртқа, суға піскен сиыр еті, тұздалған қияр, ірімшік, қайнатылған картоп, тұз және майонез. Бірінші жұмыртқа, картоп, ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Ірімшікті үккіштің майда тесігінен өткізесіздер. Ет пен тұздалған қиярды майдалап турап шығамыз. Тарелкеге бірінші етімізді бетіне тұз сеуіп, бұрыш сеуіп, майонез жағып шығамыз. Орысша айтқанда бәрін слой-слоймен қойып шығамыз, бетіне майонез жағып шығамыз. Әр слойға майонез жағасыздар. Картопқа кішкене тұз себеміз. Майонезді аз жағып қоймаңыздар. Егер аз болып қалатын болса, сіздердің салаттарыңыз құрғақ болып қалады. Ең соңында бетіне ірімшікті сеуіп шығамыз. Ірімшікті барлық жеріне тегізесіздер. Салатымыз дайын болды. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге ұнайды және қонақтарыңызға, отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алда талай жақсы рецепттермен сіздермен бөлісіп отырамын. Көріскенше достар, сау болыңыздар.